Мінекей пигоди дайын болды. Аузымызды аштық, құда қалса. Мінекей мінекей прозрачный. Мынандай мен соус істегем. Ішінде соя, уксус и зелень. Жусай и пияз, короче. Былай істейміз да. Ыстық. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші жеп тұрмыз. Құда қалса. Корейский камда пигоди. База жоқ. Күшті. Әдемі. Мына соуспен вообще. Мінекей маркапча. Мынау, короче, көрсетейін сразу. Мынандай өріп істегем. Мінекей көрініп тұр ма? Самса сияқты. Енді бұған уақыт керек болды. Сосын мынандай как самса сияқты, чебурек сияқты тесіз. Сондай. Мінекей битеміз да. Хоп дейміз да. Маған палыш керек екен негізі. Вообще тема. Істеп жеп көріңіздер. Өте оңай. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінекей. Ешқандай қиын емес. Жасауы да, несі де. Бірақ мына крахмал жасап атқан кезде ыстық болады ғой. Жаңа картошканы қайнатқаннан кейін соның суына илейді да бұны. Сосын перчатка киіп алу керек. Мен бағана көрсеттім. Перчатка, сосын сыртынан жаңағыдай қара перчатка бар ғой. Сондай кию керек, медицинский. Сонымен тесе жылдам істеу керек. Ана ютубта айтады, негізі бұны 2 адам істеу керек. Мен бір өзім істедім. Но сонда да үлгердім, бәрі жақсы, әдемі, керемет. Пигоди жасаңыздар, мінекей керемет. Ішінде ет ештеңе жоқ. Ішінде зелень болды. Жусай, пияз, болгарский, сосын светофор болгарский. Болды, басқа ештеңе жоқ. Керемет. Давайте. Ораза қабыл болсын.